Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегіміз жақсылық пен жамандық. Менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңдар балалар. Бұрынғы өткен заманда жақсылық пен жамандық атты екі адам болыпты. Бір күні жамандық жаяу келе жатса, артынан бір атты кісі жетіпті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Ол келген жақсылық екен. Сонда жамандық тұрып, жақсылық, мені артыңа мінгестіре кетші депті. Жақсылық, олай болса мына атқа мінде. Біраз жер жүріп барып, тоқта, сол жерге атыңды байла да, өзің әрі қарай жаяу кете бер. Содан соң мен жетіп артыңнан біраз жер жүріп, сол жол бойына байлап кетемін. Сөйтіп баратын жерімізге атты кезек-кезек мініп жетейік. Екеуміз мінгессек, атқа қиын соғар депті. Жамандық атқа мініп алып, сол кеткеннен жақсылықты есіне алмастан кете беріпті. Жақсылық шаршап, кешке жақын бір күркеге келеді. Ішіне кірсе, жан жоқ. Ортада бір үлкен қазан асулы тұр екен. Айдалада қайнап тұрған не қылған тамақ деп, татайын деп бір саусағының ұшын батырып дәм татады да күркенің төбесіне шығып жатады. Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан үшеуі келіп күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала, ойбай, мына тамақты біреу жепті деп байбалам салады. Қасқыр мен арыстан екеуі кім жеуші еді? Бұл адам келетін жер ме? Деп киіккен соң түлкі әңгімесін доғарып, үшеуі отырып тамақ ішіп әңгімеге кіріседі. Арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі көрген-білгенін айта бастайды. Арыстан мен қасқыр түлкіге, түлкі, сен не көрдің, не естіп білдің, дейді. Сонда түлкі тұрып, мен бір жерден бір алтын көрдім. Пәлен деген байдың қыстауының қасындағы жаман қыстаудың ортасында бір сүйем жердің астында жатқан бір құмыра алтынды күнде қарауылдап жүрмін дейді. Сонда қасқыр тұрып, мен күнде пәлен деген байдың қойының арасындағы үлкен ала тоқтыны қарауылдап келемін. Ол байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар. Қандай ем қылса да жазылмайды, және оның емін ешкім білмейді. Бірақ мен білемін. Ол қызды жазатын ала тоқты. Ала тоқтыны сойып, өкпесін жегізсе жазылады. Тағы да ол бай, кімде-кім емдеп жазса, соған осы қызымды беремін деп жар салған. Бірақ оның емін әлі ешкім тауып айтқан жоқ. Тауып айта да алмайды дейді. Кезек келген соң арыстан тұрып, мен әр күн сайын түген байдың жылқысының біреуін жеп келіп жүрмін. Ол бай мені еш уақытта ұстай алмайды. Оның ешбір жылқысы мені қуып жете алмайды. Жететін бірақ тайы бар. Ол пәлен деген тоғайдағы жылқының ішінде жүр. Сол тайдан басқасынан құтылып кетемін. Ол байдың кімде-кім жылқымды жеп жүрген арыстанды ұстап берсе, соған бір үйір жылқымды беремін деп жар салғаны да бар.
Олар әңгімелерін аяқтап ұйықтап қалады да таңертең тұрып өз жөндерімен кетеді. Жақсылық олардың әңгімелерін естіп алып, адам емдеуші болып байдікіне келеді. Бай оның түріне қарап, осы емші шығар деп ойлап, жоғары шық дейді. Жақсылық отырған соң бай, қызыма бал аш бер дейді. Жақсылық мақұл дейді де қызды қарай бастайды. Баланы емдетпей босқа қинапсыңдар ғой. Ортадағы анау үлкен ала тоқтыны әкеліңдер. Мұның ауруы соның өкпесінде дейді. Бай дереу қойшыларды жіберіп, тоқтыны алдыртады. Жақсылық қызға тоқтының өкпесін жегізіп емдейді. Қызы жазылған соң бай оны жақсылыққа қосады. Жақсылық бұдан кейін баяғы жаман қыстауға келеді. Қораның ортасынан бір сүйемдей қазса, бір құмыра алтын шығады. Оны алып, арыстанның айтқан жеріне барады. Барса, бай бір арыстанды ұстай алмай жүргенін айтып, мұңын шағады. Оны естіген Жақсылық байға, сол арыстанды ұстап берсем, маған не бересің дейді. Бай, егер ұстап берсең, бір үйір жылқы беремін дейді. Жақсылық тоғайдағы жылқылардың ішінен ала тайды ұстап алып, арыстанды күтіп тұрады. Арыстан келіп, жылқыны алып қашады. Жақсылық әлгі ала таймен қуып жетіп, арыстанды ұрып жығады. Байдың бір үйір жылқысын алып келген жолмен қайтады. Неше ай, неше жыл өткенде бұған жамандық келеді. Жақсылық жамандыққа қараса, үсті басында түк жоқ, қайыршы, диуана секілді екен. Ол Жақсылықты көріп, Жақсылықжан, мен саған жамандық істеймін деп осындай күйге ұшырадым. Енді сен мені адам қыл деп, мұнша мал-мүлікті қалай таптың деп сұрайды. Сонда Жақсылық, не де болса адамзатсың ғой. Сен жамандық істегенмен мен саған жақсылық істеймін деп өзінің бастан кешкен оқиғасын айтып, содан соң тұрып, пәлен деген төбеде бір үй бар. Сен қазір соған жет. Оның ішінде асулы бір қазан ет бар. Бірақ оның ішіндегі еттен тек бір саусағыңды батырып, дәмін көрде, үйдің төбесіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріңе қарай әрекет етесің деп айтады. Жамандық жарайды дейді де баяғы күркеге барып кіреді. Жақсылық айтқандай қазан толы ет, асулы тұр екен. Қызығып кетіп шыдай алмай, мына жілігін жейінші деп еттен жеп, сорпасын да 5-6 рет ұрттап алыпты. Сөйтіп үйдің төбесіне шығып жатады. Бір уақытта түлкі, қасқыр үшеуі келіп күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала, ойбай, мына еттің тоқпан жілігі мен омыртқасы жоқ, сорпасы да азайыпты, біреу жепті дейді. Оған арыстан мен қасқыр кім жеуші еді, бұл жерге адам келуші ме еді дейді. Жоқ, бір бәле бар, мен түс көрейінші деп түлкі жата қалыпты да, аздан соң қайта тұрып, осы күркенің үстіне шығайыншы, сонда бір пәле бар секілді деп
депті. Бұл сөзін қасқыр мен арыстан да мақұл көріп, бәрі төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Үшеуі жамандықты бас салып жеп қойыпты. Сөйтіп, жақсылық жақсылығынан жақсы өмір сүріпті, жамандық жамандығынан ет құсқа жем болыпты. Тыңдағандарыңа рахмет балалар. Менің каналыма жазылып тіркелуді ұмытпаңдар балалар. Сау болыңдар.